Енді тұрып жатсың ба? Иә, енді бір 15 минут болып тұрғаныма. Че там, не жаңа? Тыныш, бүгін суға отырдық. Бүгін 4 литр судан бастаймыз. 8 Весогонка бүгін басталды ма? Весогонка бір ай бұрын басталды ғой, бірақ су бүгін басталды. Именно су ма? Аха. Жақсы. Ақтөбеде? Ақтөбеде, иә. Үйде күн. Кейде для разнообразия бір зал өзгерту, бір жерден сбор өтіп келу деген жоқ па? Ойда бар, бірақ білмеймін, всегда тақалып қалады. Бірде там ақша жағына, бірде там тағы да басқа бірдеңе. Бізге балдар келеді. Осы жолы Асылжан келді, Диас келді, тас кетті. Диас, Елімгаипов. Көп бала келді бізге. Бір жаққа барудың қажеті болған жоқ ондай. Бір уақытта жақсы жиналып қалыпсыңдар. Олар брейвке дайындалып жатыр, иә, бір апта Иә, айырмашылықта. 15 баланы шығайын деп жатық осы келешекте. 15 профбойға дайындалып отыр бала. Еркін күшті. Еркін күште. Кішкентай залда. Масқара негізі, иә, былай ойласаң. Жетеуі ертең 31-і төлеседі. Сосын 8 бала ертең 6 күн төлеседі. Орда бар, 3 бала, Найза бар, Ақтауда 2 бала, сосын Бағашар бар Fight Nights'та, сосын мен, Жако, неде, Октагонда. Олардың барлығы еркін күшке не іздеп барады сонда? Білмеймін енді, біздің өзіміздің баяғыдан құрылған бір система бар, сол системамен жүреміз, оларға да ұнайтын шығар сол система. Подсоперника дейді, бізде балдар бір-біріне жақсы көмектеседі, сосын. Спарринг партнерлерді көп Табылады, шығар. Кеше Асылжаннан сұрасам, қалай біздің сбор саған ұнап отыр ма деп. Мен вообще осы уақытқа дейін бір рет подсоперника жұмыс істеп көрмеппін дейді да. Общий тренировка жасаған, былай бізде Айбек ағай сопернигін қарап, қалай жұмыс істеу керек, психологически нетіп дайындап береді да баланы. Сол жағынан сияқты ол. Жүйе бір қойылған профессионализм бар ғой. Сосын мен байқағаным, енді жігіттер шетелде көп болады, Америкада болады. Сол жақтан да бір ілім-білім тасиды ау деймін, иә, ММА-ге қатысты. Ондай да бар. Соңғы время просто бәріміз бойға дайындалып жатқасын, шамалы не. Негізі тренер грэплингтен, вольныйдан жоқ қой, біз өзіміз береміз ғой. Қазір өзіміз дайындалып жатқасын шамалы андай. Немқұрайлы қарап жатық та, бір демалып қаламыз. Балдар қалай жұмыс істеп жатқан. Айбек ағай өзі беріп жатқан сияқты бірдеме қылып. Кейде түс қайта бармаймыз. Түс қайта ғой негізі бізде отработкалер. Күндізгі спарринг күндіз да. Түс қайта кейде біз демалып қаламыз. Мен демаламын, Нұрбек демалады, Бағдат демалады. Негізі біз ғой жүргізіп жүрген қазір последнее время. Кәдімгі уже играющий тренер болдыңдар ма сонда? Пока тренер жоқ, сөйтіп жүрміз. Басқа вариант жоқ. Сонда қазір күрестен, грэплингтен тренер жетіспейді, иә? Бір жақсы тренерлер жетіспейді. Под ММА жетіспейді. Былай бар ғой, вольниктер арасында келіп тұрады тренерлер. Под ММА күрес жағынан жоқ бізде. Мороз, Жако береді, солай ауысып береміз, кім керек. Осал тұс осы дейсің ғой, онда. Негізі бапкер болған жақсы ғой? Иә, бапкер болған жақсы ғой. Бір Бекзат Қапашев сияқты бір тренерлер болса, андай под ММА түсінетін да грэплингті. Сондайлар жақсы болар еді негізі. Енді Бекзаттың өзі де грэплер емес па? Әлде ММА-ге жақын ба? Енді күрес стилі енді оның жақын да ММА-ге. Жақын. ММА-ға еще бір қатысты ғой шамалы уақыт. И түсінеді да ММА-терді. Андай жатып алып көрсетпейді да, кейбіреулер жатып алып көрсететіндер бар ғой. Иә, жатып алып, отырып алып. Иә, отырып алып. Сондай де. Қанша қалды? Бір 10 күндей қалды жекпе-жекке, иә? 9 күн қалды, жекпе-жекке 9 күн. 9 күн қалды. Қалай барлығы? Жоспар бойынша ма? Бәрі жоспар бойынша негізі. Салмақ шамалы подводить етіп тұр, шамалы бір. Алдындағы, мен каждый лагерь список жазамын да, күнде салмағымды. Салыстырып қарасам, 1,5 килограммға қалып баратыр екенмін, опаздываю. Өткен соңғы жекпе-жегіңнен?
соңғы жекпе-жегінде алдында 7 килограмм қалған, 9 күн қалғанда. Бүгін 9 күн қалғанда 8,5 қалып тұр әлі. Ертең сосын қиындау болмай ма тақалғанда? Енді барынша дефицит калорий жасап жатырмын, бірақ сонда да каждый раз вес қойған сайын вес өсіп кете береді. Енді 65-ке қалайсың өзің? Ауырлау ма? Ауысу болса, сол жағын ойласа. 65-тің бір балдарын былай сырттай қарасаң, бәрі андай здоровый сияқты, бойы ұзын. Бізде мысалы Нұрбек 65 қой. Иә. Менен 20-25 сантиметрге ұзын, и физически де жақсы. Қиындау болады, иә? Қиындау болатын сияқты. Енді жалғаспен бір карттасың, былай нені қарағам. Картты қарағам, түсінуімше картты сен ашуың керек, сенің жекпе-жегің, иә, ең бірінші тұр. Иә. Оны тіпті тегін ютубтан да қарауға болады. Бір жағы сол қуантады, ең бірінші бой октагон всегда. Сол жақсы дейсің ғой. Кім жалғас енді бұл картты жабатын болады. Жалпы октагонның саған деген бір көзқарасы қандай соңғы жекпе-жектен кейін? Қандай реакция берді жекпе-жектен кейін? Жалпы бір жоспар, бір қадамдар бар ма саған қатысты? Сөйтеміз, бүйтеміз дегендей. Мынаны ұтсаң сөйтесің, мынаны ұтсаң бүйтесің дегендей. Мен түсінуім бойынша олардың вообще нелері, жоспарлар жоқ сияқты бізге, қазақтарға. Жаконы как UFC боец ретінде тығып жіберді, сонда алды. Енді жалғасанда өзінің уровенін көрсетіп, каждый бойда жақсы көрсетіп жатыр да өзін. И контракт бойынша жалғас мені подписать етті. Кеше екінші бойында мына за пояс төлесін деп жатқан тағы да условия қойды. Менің картымда тағы бір қазақ төлесін деп, тағы да мен неде болғасын, оларда жаңағы договорда болғасын, мені тағы да подписать етті осы бойға, Жакомен бір карта төлесу үшін. Былай ешқандай жоспарлар жоқ сияқты мен ойымша. Өйткені кіл Еуропаға олардың көңіл бөлетіндер. Анда жалғыз екі қазақпыз ғой, екі азиатпыз даже. Бар Мұрат Мұратов бар, оны да көптен төлескен жоқ. Енді ол Чехияда тұрған адам ғой, негізі жартылай Чехияның азаматы ғой. Былай ешқандай октагон өзінен ешқандай не жоқ, жоспар жоқ сияқты. Былай басқа европейский журналистер жазып жатады, қалайсың анау мынау деп. Кіммен шыққың келеді деп, бірақ октагон өзінен бір не жоқ, андай бұрын найза сияқты жоқ. Найза енді сұрайтын еді ғой, қашан төлескің келеді, кіммен төлескің келеді деген сияқты. Октагонда ондай қатты көңіл бөлмейді. Сонда сені осымен қатарынан екінші рет бір жекпе-жекке ғана алып отыр ма? Мен дұрыс түсіндім ба? Жоқ, контракт бойынша 3 жекпе-жек негізі. 3 жекпе-жек. Контракт бойынша 3 жекпе-жек. Сонда жалғас қазір мысалы Дворыққа қарсы төбелесіп жатыр, сонда тағы бір қазақты картқа алдыртпақшы болды, иә? Жоқ, сол мен ойымша жалғас өзінің условияларын қойған, андай может гонорар жағынан, может тағы басқа жағынан жоқ, айтқан тек максимально тек Дастанды қойып береміз сенің картына, болды, басқа ештеңе сұрама деген сияқты. Яғни бұдан кейін тағы бір жекпе-жегім бар деген сөз ғой. Иә, бұдан кейін тағы. Бірақ титулға жолатпайтындар шығар, иә, бір жағынан. Қазір Жако төлесін деп отыр мен салмағымда 61-ге. Білмеймін, Жаконың планы бойынша алдында бір айтқанда, осы поезд алғаннан кейін либо карьерамды аяқтаймын, либо UFC-ға кетемін деп. Екеуін біреу қалай болатынды. Дальше октагонда төлеспейтін сияқты Жако, ұтып алса да. Сондай ма жағдай? Енді оған қатысты мен онда сенің жоспарыңды білгім келеді. Жалпы егер октагонда ондай бір перспектива, бір мүмкіншіліктер болмаса, ары қарай не жоспар? Жоспар ертең енді бойды алла қаласа ұтып атсақ, енді максимально газовать етеміз поясқа. Кімде болса да, Жакода болсын, басқа біреуде болсын, пояс керек деп, келесі претендент мен болам деп. Ары қарай енді көре жатармыз. Болмаса тағы бір контракт бойынша бір бойымызды өткізіп, Саяттан бой сұрайын ғой. Саяттың айтуы бойынша тек ұту керек саған, и больше нокаутпен ұту керек дейді, дальше что продвижениеға. Соған жұмыс жасап отыр қазір. Осы жолы енді вообще Айбек ағаймен бұрынғы Дастан емес, шамалы басқаша төлескіміз келіп тұр, рисковать етіп.
Өйткені Солай ма? жас та келіп жас та келіп жатыр. Ана стойкіде деген сияқты. Мгм. Сол негізі сезіле ме, айтпақшы, жаста келіп жатыр дейсің ғой енді. Салмақ кішкентай салмақ үшін қазір енді нағыз қызып тұрған шақ шығар. Алда бір қанша жыл карьера қалғаны белгісіз. Ә, Сезіледі. Ол не жағынан сезесің? Мысалы бой берді 2 ай бұрын. Енді формаға кіруің керексің ғой. мхм. Сол формаға кіру уақыты шамалы ұзақ уақыт алады да, бұрынғыдай емес. Бұрында сразу бой берген күні екінші күні уже формада жүресің ғой, жаңағыдай Кіріп кетесің бойдың иә. кіріп кетесің. Қазір кәдімгі кіріп кетейін десең де кіре алмайсың. Режим керек, ұйықтау керек, дұрыс тамақтану керек, есін түсіру керек. Өткенде Әлибек айтқан, қазір 30-дан асып кеттік, бұрынғыдай форма жоқ, оның барлығын баптау керек, дайындау керек деген сияқты. Иә, баптау керек бәрі. Ә, Жалпы октагонды негізі біраз мақтайды. Бұрында жалғас төбелеспей тұрыпты, ол жақта мен біраз жақсы нәрсе естігемін ол лига туралы. Сол аймақта кәдімгідей бір лидер, негізі бір былайша айтқанда локальный UFC, кішкентай сол еуропалық UFC де. Өзің енді іште болдың ғой, бір рет көріп келдің, қазір бара жатсың, сол лиганың бір ерекшеліктері жайлы айта аласың? Біз білмейтін, іштен көрмеген. Олар енді біріншіден жаңағы барғаннан бастап кәдімгідей профессионализм қалайды. Өйткені мен UFC-да да болдым ғой, кеше Алибеймен 2 рет барып келдім. Мини UFC ғой, сенің қасында журналистер сенімен 24 сағат жүреді, сен қандай сұрақ қоясың, саған сразу ответ береді, не істеу керек. Сосын жаңағыдай сумкасын береді, киімін береді, 3-4 футболка береді, даже UFC-дан да көп беретін сияқты футболка жағынан. Тренировочный, на выход береді, спортивка, 2 сумка берді алдында. Сосын жаңа не жағынан бойға келгеннен бастап, бірінші бойдан бастап адам көп, даже UFC-да олай болмайды да. UFC-да соңғы карттарға жиналады ғой адамдар. Иә. Ана Европаның менталитеті сол бізден, Америкадан шамалы айырмашылығы, олар бір театрға, бір кино қарауға келетін сияқты да, бірінші минутадан бастап, бірінші карттан бастап, бірінші бойдан бастап уже Европа жаңа неге жақын ғой, бір ставка қоя ма, или сондай бірдемелері бар. Бірінші бойдан бастап уже нетіп атады да. Поддержка беріп, қолдарына жаңа пиволарын алып алып, мен алдында Германияда болдым ғой. Поддержка ұсынып болады, былай. Танысын, сен танымасын, бірақ бір кино қарауға келген сияқты қарайды олар. Олай. Енді мынандай стереотип те бар ғой біздің жақта, Европа жұмсарып кеткен, олар төбелеске жоқ. Енді бір жағынан қарасаң, Европаның атынан төбелесетін UFC-де жүрген нелер көп, мигранттар көп, иә, таяу шығыстан шыққан. Бірақ фанаттарын қарасаң, кәдімгідей мысалы октагон, тағы да 1-2 үлкен лигалар бар, кәдімгідей жетіп артылады. Сол нәрсені түсінбей қойдым да. Бір жағынан былай қарасаң ММА жоқтау сияқты, бірақ бір жағынан қарасаң міне осындай лигалар бар. Олар білмеймін, ол жағынан ондай жұмсарып кеткен деп айта алмаймын, бірақ олар шоу жағынан вообще ұялмайды да, американецтер сияқты. Шамалы менталитеттер бөлек, бірақ кеше октагон өзі әртүрлі қылып шығады адамдарды нету үшін, удивлять ету үшін. Неше түрлі, біреу барбер болып шығып атты кеше кәдімгідей, біреу великпен шығып атты октагонға. Неше түрлі шоулар жасайды да, сол адамдарды нету үшін, қызықтыру үшін. Саған айтқан жоқ па, мысалы, Дастан былай шығып көрсейші, былай көрсейші дегендей? Айтқан жоқ, өзім алдымда сол бір шамалы шашу шашып, ана бойда. Иә. Апан киіп бір нетті ғой, ешкімнен сұрамай, өзім бір чат GPT-дан қызыққа сұрап едім ғой, Европаны немен удивлять етуге болады деп, алдындағы бойда. Сонда олардың айтқан қазақи немен шықсан, олар сондай нені жақсы көреді дейді да. Оларда болмаған зат қой енді. Иә. Өзіңнің бір ерекшелігіңді көрсет дегенге келтіріп тұр ғой. Иә, ерекшелігін көрсет деген. Енді қалай негізі шашу деген нәрсе өтті ма? Енді октагон өзінің несіне, инстаграмына салып қойды, страницасына. Нормальный просмотр, нормальный комментарий жинаған. Бірақ олар қандай бірінші рет болғасын, андай шамалы түсініксіз болған сияқты. Таңсық нәрсе, иә? Иә, таңсық нәрсе. Солай. Онда жалғас жайлы да 1-2 ауыз сөз. Енді жалғас өзі бір өткенде Наматта төбелескен кезде де айтып қалғаны бар.
Нұрбек те оны айтты. Мен енді ғана дұрыс жаттығу жасауды үйрендім деп жатыр да. Иә, иә. Шынымен де қазір жалғастың бір екінші демі ашылғандай болып көрінеді. Мгм. Әсіресе мына Дворовқа қарсы жекпе-жегі, Наматтағы жекпе-жегінен кейін бір шынымен де бір толысқандай. Өзің осыған қатысты не ойлайсың? Енді күнде жаттығып жүрсің, көріп жүрсің, жалғас қазір қандай күйде? Шынымен де біз екінші бір жастық ашылды ма, екінші дем ашылды ма, әлде қалай жалпы? Ашылды деп айта аламын, өйткені ол алдында Fight Nights боксқа шықты ғой 2 рет. Иә, Сол иә. кезде 2 рет сбор өтіп қайтты Астанада, Кубадан, Аха. Аксерден. Содан бастап о да жайлап ашылды ғой. Оған дейін де ол Америкаға барып қалай дұрыс дайындалуды біліп келді ғой, бізге көрсетіп, больше жаңағыдай восстановление, бізде жаңа баяғы СНГнікі қалып қойған ғой. Төрт аяқтап шықпасаң, сен тренировка істеген жоқсың деген сияқты Мгм. жаттығудан. Мгм. Соны біліп келді. Сосын кеше Кубаға барып стойкының бір қыр-сырларын бір біліп келді, өзіне нететін, өзіне келетін да, Иә, өзінің иә. боксына, өзінің қол аяғына, ұзындығына. Соны Америка топ тимда да істеп жүрген шығар, мен енді соңғы нелерінде болған жоқпын оның. Ол Америкада ғой қазір, иә. Айтпақшы. Америкада. Сосын бұрынғы Жако емес, бұрында Fight Nights'та жүргенде бізді енді мықты ұратын еді да, ол бізді емес, вообще бәрін мықты ұратын еді, бір характерге салып, Мгм. бір удар беріп қойса жаңағыдай ответ беріп. Қазір уже шамалы спокойный Жако да, больше ақылға салып төйлесетін. Сол ақылға салып төйлескені қазір бойда да көмектесіп жатыр ғой оған. Сонда бұрын енді ол өзінің де айтқаны бар ғой, мысалы кейбіреулер Американ топ тимде мысалы жалғаспен тіпті спаррингке тұрғылары Иә, келмеген, иә, иә. өйткені Иә, иә. спаррингте қырыла берген, оны ана Мгм. жергілікті жігіттер түсінбейді деген сияқты. Иә, иә, иә. Қазір ондай емес. Ондайдан бас тартты қазір. Ондайдан бас тартты, иә. Қазір кіммен жасаса да, жас баламен істесін, біздермен жасасын, Аха. андай уважениемен жасаймыз да, ешқандай қырылып кету деген жоқ ондай. Енді Ол өзіңе жағынан қалай, өте. сол бұрынғы Жако, қазіргі Жако қайсы жағады? Енді екеуін де көрдің ғой. Жоқ, қазіргі Жако жағады ғой бәрібір. Қандай адамға болса да. Қайдан білейін Пятнашка бұл. сияқты ойнайсың да, каждый спаррингті как пятнашка сияқты өткізесің, больше техникаға, неге. Аха. Бірақ бойда сол пятнашка көмектесіп жатыр да, жаңағы точный ударларға. Енді Северина как раз сіздер 61-дің жігіттерсіңдер болып тұрсыңдар онда барлықтарың. Северина чемпион. Мгм. Сол чемпионға титулға таласады. Жалғас жалпы зерттеп көрдіңдер ме ол жігітті? Мен полный бойын қараған жоқпын Северинаның, бірақ Мгм. қандай тек отрывкілерін көрдім. Андай осал түстері бір жоқ сияқты былай қарағанда. Мгм. Ана Ресейде төбелесетін бразилецтер болады ғой, қатып қалған. Иә, иә, иә. Соған ұқсатамын бір шамалы. Оған қарағанда еще жас, 22-де жас. Сосын тағы бір жекпе-жекпен қорытындылайық. Ә, Бұл Саламат Есболаев. Мгм. Келер айдың бір жалпы осы жылдың ең бір үлкен жекпе-жегі шығар Қазақстан үшін, иә, өйткені Иә, қарсылас иә. енді анау мынау емес. Бұрынғы Беллатордың чемпионы, жалпы UFC-ден тыс өз салмағында ең үздік жігіттердің бірі болған, енді кем дегенде, иә, бірнеше жыл бұрын. Қазір енді бабын дөп басып айту қиын. Қалай ойлайсың өзің, Саламат үшін тым бірден жоғары секіріс емес па позицияда? Жаңағыдай бір жағынан жақсы, ұтса сразу жаңағы мировой звездаға айналып кетеді деп айтуға болады да Иә, өзандай. иә. Мына біздің қатарда. Мгм. Бір жағынан анда Пинедадан да солай айтқан ғой. Пинеда мен Шайн деп жатқанда тоже мықты, анау мынау деп, бірақ кім өзінің уровенін көрсетіп жатты да, Саламат. Саламат психологически дайын болса, жаңағы акклиматизациядан жақсы өтіп, өз бабында тұрса, мен ойлаймын ұтып алатын сияқты. Уровеньмен никак нетпейді. Аста болмайды. Мен ананың бойларын көрген жоқпын, шын айтсам, бірақ мықты дейді ғой. Карьерасында ең мықты қарсылас болатын сияқты Саламаттың. Иә, оның Есің да. енді Беллатордағы жекпе-жектері есімде. Жалпы енді Саламатты қазір мысалы Шавкаттан кейін бір екінші үміт ретінде қарайды да.
мына бала болады ау. Енді әсіресе соңғы енді беріп жатқан жекпе-жектеріне қарағанда, иә. Екінші жекпе-жегі қазір міне біріншісінде ПФЛ-дің чемпионын берді, қазір Беллатордікін беріп жатыр. Бірде мейн ивент, еще иә, үлкен турнирде кәдімгі ақш-та өтетін, бұл шынымен де бір белгі болып көрінеді. Осы орайда Саламаттың, мысалы, мен бір менталитет жайлы сөйлескім келеді, өйткені қасында жүрген жігіттердің айтқаны бар, енді былқ етпейтін, бірде бір эмоция бермейтін сондай адам дейді да өзі. Төбелеске бір әшейін кіріп келіп, ананың ішінде бір ойнап қайрадан шығып кететіндей қарайды да. Біз жанып, өзімізді қамшылап, сөйтіп дайындалып жүрсек, ол түк болмағандай отыра береді дейді да. Біздің Саламат бізге әлі күнге шейін ашылып келе жатыр ғой, әлі қыр-сырларын жаңа біліп келе жатырық. Өйткені андай ғой, жаңа сіз айтқандай қатты үндемейді да, келіп өз несін күліп жүре береді. Жайлап біз мына қазақи менталитетке де үйреніп келе жатыр. Уже 4-ші жыл ма бізде тұрып жатыр ғой. Жайлап уже қазақша сөздер үйреніп жатыр. Мына екеуміз көршіміз, мына же күнде менімен қайтады, кейде не машинамен тренировкадан кейін. Енді бар өзінің бір таланты бар да, андай өзінің психологический таланты бар, андай біз сияқты шамалы нетпейді, уайымдамайды қатты. Может, уайымдайды шығар, көрсетпей ма, или бүкіл Россияның жаңағы любительский несін өтіп келгесін, оған мындай нелер қатты қызық емес па, бір жану, уайымдау деген сияқты. Бірақ кеше түрінен шамалы көрініп тұр да, Америкаға кетіп баратыр, жалғыз кетіп баратыр. Мені Нұрбекті сұрады ғой, менімен барыңдар шеш деп. Ол емес сұраған, мақсат деген несі бар ғой, Макс. Саламатпен барыңдар шеш, қасында адам жоқ деп. Виза просто менде, Нұрбекте да, екеумізде бар екен іште. Онымен екеумізде де бой болғасын, біз шамалы бас тарттық та, 6-сынан кейін, если алам десе барамыз деп, екеумізде де 6-сы ғой бой. Иә. Шамалы андай немен кеткен сияқты болды. Бір жалғызсырап кеткен сияқты. Қазір Макске де бермей жатыр виза. Бірақ анда қазақ балдар күтіп алған сияқты. Қасына жаңа Мирас менеджер кетті. Нормально шығар. Енді оның мысалы базасы спортшы ретінде басқа бір жерде, басқа бір жағдайда қалыптасқан адам, сол бір өзінің бір ерекшеліктері, спортшы ретінде бір ерекшеліктерін айтсаң. Сіздер барлықтарыңыз енді Айбек ағайдың қол астында қалыптастыңыздар ғой. Бұл кішкене сырттан келіп сіздермен бірге енді бой үйретіп жатқан адам. Жаңағыдай талантлы болғасын, ол жаңа Айбек ағайдың техникасын тез меңгеріп алды да. Қазір ол жайлап Айбек ағай өз техникасын қойып жатыр қазір. Тек вообще бәрімізге қойып жатқан техниканы Саламатқа да қойып жатыр да. Өйткені оған дейін Саламаттың техникасы шамалы өзінікі болды да. Өзінің істеген заттары болды. Бұлай енді бәрімізбен оны ерекшеле деп айта алмаймын. Бәріміз бір тренировка жасаймыз. Просто өзінің жаңағы таланты арқылы шамалы көзге көрініп тұр да. Гибкіш жағы мықты да оның. Гибкіш жағы мықты. Біз шамалы бір шпагатқа қатты отыра алмаймыз, или аяғымызды қатты көтере алмаймыз десең, ол спокойно істейді да ондай заттарды. Сосын техникалар оған шамалы оңай беріледі. Аяқтарын оңай көтергесін. Гимнастиканың элементтерін көп жасайды ау деймін, иә, сол бала? Мықты жасайды, иә. Гибкий мықты. Біртіндеп онда осымен аяқтай берейік. Жекпе-жек қарсаңында бүйтіп бір-екі жекпе-жекті өзінің жекпе-жегіңді талқылайтын бір дәстүріміз болсын. Анда-санда өйстіп байланысқа шығып тұрайық. Уақытыңды бөлген үшін рахмет, Дастан. Рахмет, Естай. Алдағы жекпе-жегіңде сәттілік. Рахмет, сіздерге де сәттілік. Ал достар, сіздер біздің YouTube арнаға жазыла отырыңыздар, өз пікірлеріңізді жазыңыздар, жігіттерді қолдауды ұмытпаңыздар. Жақсы, ассалаумағалейкум.